Жалпы әлемдегі қоғамдағы саяси, экономикалық кризистердің барлығы моральдық, этикалық құндылықтарға негізделеді. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Иннама бу'исту лиутаммима макаримал ахлақ. Мен көркем мінез құлықты кемеліне жеткізу үшін жіберілдім дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Яғни таухид, ислам, иманды айтпайды, көркем мінез құлықты айтады. Өйткені барлық саяси проблемалардың астарында, экономикалық проблемалардың астарында адами құндылықтардың сақталмауы жатыр. Дінді бір ағаш деп алсақ, оның тамыры иман, ақида, бұтағы шариғат, жемісі ахлақ. Біз не үшін ол ағашты егеміз? Тамыры үшін емес, бұтағы үшін емес, жемісі үшін. Пайғамбарлар иманды алып келуден мақсат, ақиданы алып келуден мақсат көркем мінез құлық болды. Шариғатты алып келуден мақсат көркем мінез құлық болды. Сол үшін де Құран не дейді? Уайлул лил мутаффифин. Мутаффифин кімдер? Лазина изакталу ала нас ястауф. Олар өздері үшін өлшеген кезде толтырып өлшеп алады. Уайза калухум ау вазанухум юхсирун. Ал басқаларға өлшеген кезде оны басқаларға зиян береді. Яғни хақсын жейді. Бұл жерде не? Мораль, адамның дұрыс емес, адами қасиетке жат дүниелер болса, онда ол өзінің қарақан басын ойлайды да басқалардың хақысын өтеді. Олар сосын не істейді? Құранда не дейді? Содан кейін аяттың жалғасында. Олар ертең Алланың алдында есеп күнін білмей ме дейді ғой. Алланың алдында тірілетіндерін ойламай ма дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өте керемет алтын қағида беріп кеткен ғой. Ла юъмину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи. Өзіне жақсы көргенді өзгеге жақсы көрмейінше оның иманы кәміл емес дейді. Иманы жоқ. Өлшеген кезде біреу саған өлшеп солай хақыңа кіріп, сенің саған зиян шектіргенін қаламайсың ғой. Сен де қаламау керексің. Шариғатта бірден бір адалдық, туралық, шыншылдық ол адамның ішкі жан дүниесімен, оның көркем мінез құлығымен, адами қасиеттермен байланысты.